Мінезі де өзгерет, реңі де өзгерет. Нұрекеңді айтсаңыз жанымызға тез келет. Қалайша енді айтпаймын. Саңғылдардың шіркін-ай, бір туар қызын ап жатқан Нұрекең менің кездемет. Барлығын айтар кез келет, сондықтан да қалайық, Нұрекеңі тағы да бір жапалақ қағайық. Қайнатаңды құрмет қып айналайын, келінжан тағы да сәлем салайық. Ендеше шіркін ағайын келінді көтеретін төбесіне, айналған шаңырақтың егесіне. Жақсылап мен сәлемді салдырайын, келіннің ақ нұрдайын енесіне. Шіркін-ай не жетеді саңғылдардың бүгінде сұлуының өресіне. Нұржандай ағамызменен бір кездері бақыттың мінген екен кебесіне. Бұндайда жырлап есе жырлаймыз да, ағайын бекер қарап тұрмаймыз да. Атасымен ене қошемет қылмаймыз ағайындар. Ой бәрекелді, кеттік. Сенше мынау орамалды ше, мына жігітке беріңіз. Бұл орамалды алғанда бір апта ұзамайды, үйленіп кетеді жұғысты болсын. Бұл досыма әнің ба? Айналайына өз қуанып жүр, жол ашылды деп. Басына бүйт аласаң шенше. Қатты бойлап ұстып, қоңыратыңыз қашып кетеді. Жай. Кезек кеп тұр екен. Енді күттірме айналайын. Ал! Рахмет! Рахмет! Рахмет, Олжас! Дінмұхамед Қонаев атамыз айтты. Жаман келіннің екі пышағы болады. Бір пышағы дастархандағы пышақ, онымен дастархандағы нанды кесет. Екінші пышағы аузындағы тілі, онымен кеудеңдегі жаныңды кесет депті. Жақсы келін қандай болады деген кезде әулие атамыз айтқан екен, жақсы келіннің тілінде тоқтауы болады.